Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын тоқаштар дайындап аламыз. Тоқаштарды дайындау үшін ең алдымен біз құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Онға біз қантымызды, тұзымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Кейін осы құрғақ ингредиенттерді араластырып алғаннан кейін біз оған сүтімізді, жұмыртқамызды және де ерітілген майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Біркелкі масса пайда болғанша жақсылап араластырасыздар. Араластырғаннан кейін оған мейізімізді қосып, жақсылап тұрып қамыр, яғни кәдімгі қамыр пайда болғанша жақсылап илеп аласыздар. Осындай қатты қамыр шығу үшін кейін оның бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоясыздар. Кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін оны бірнеше бөліктерге бөліп, домалақ етіп дөңгелетіп аласыздар да, домалақ формасына келтіресіздер. Домалақ формаларға келтіргеннен кейін оның бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоясыздар. Кейін көтерілуге қойған қамырымыздың бетін әрлесеңіздер болады. Әртүрлі әрлеуге болады. Мен осылай сумен ұнды араластырып, осылай алапес болып шығу үшін әдемілеп әрлеп алдым. Сіздер әрлемей қойсаңыздар да болады. Оны 180 градуста піскенше осылай пісіріп аласыздар. Ас болсын.